Сәлеметсіңдер ме балалар, қалдарың қалай? Математика сабағына дайынсыңдар ма? Дайын болсаңдар сабағымызды бастаймыз. Ол үшін кітабымыздың 62-ші бетіндегі номері 133-ші тапсырмаға назар аударыңдар. Мен берілгенін оқимын. Сендер мұқият тыңдаңдар, жарай ма? Кәнеке бастайық. 1-32-ші суреттегі қорапшаны 41 см кубтармен толтыру керек. Қорапшаны толтыру үшін неше куб керек? Қорапшаның көлемі неше куб сантиметр дейді. Балалар, бізде суретте қорапша берілген екен. Осы қорапшаны 41 сантиметр болатын кубтармен толтыру керек. Осы қорапшаны толтыру үшін барлығы неше куб керек, және де осы қорапшаның көлемі неше куб сантиметр дейді. Кәнеке, осы қорапшаны толтыру үшін балалар, қорапшаның ені мен биіктігіне неше кубтан кететіндігін санап алайық. Мінеке, бірінші биіктігін санайық. 1, 2, 3, 4, 5. 5 1 сантиметрлік куб керек екен. Енді 1, 2, 3, 4, 5. Еніне 5 куб керек екен. Енді ұзындығы 1, 2, 3. Ұзындығына 3 куб керек екен. Енді осы қорапшаны толтыру үшін барлығы неше куб керектігін білуіміз үшін осы қорапшаның көлемін білуіміз керек. Бұл қорапшаның бізде биіктігі 5 сантиметр болды. Кәне жазып алайық. Биіктігі 5 сантиметр. Себебі балар, бұл қорапшада биіктігіне 5 куб керек екен. Ал бір кубтың ұзындығы 1 сантиметр. Сондықтан да биіктігі 5 сантиметр деп аламыз. Ал ені болса, ені де 5 сантиметр екен. 5 сантиметр. Ұзындығы 3 сантиметр. Ұзындығы 3 сантиметр. Мінеке, енін, ұзындығын және биіктігін тауып алдық. Енді көлемін табайық. В тең болады. Көлемін табу үшін биіктігі, ені және ұзындығын көбейтеміз. 5 көбейтілген 5 көбейтілген 3 тең болады. 5-ке 5-ті көбейтсек 25, 25-ті 3-ке көбейтсек 75 болады. 75 сантиметр куб. Қорапшаның көлемі 75 сантиметр куб екен. Кәне жазып қояйық. Қорапшаның көлемі 75 сантиметр куб. Мінеке, көлемін таптық. Ендеше осы қорапшаға балалар 75 куб кетеді дейміз. Себебі бір кубтың бізде ауданы 1 сантиметр куб. Оны былай жазып қояйын. Бір кішкентай кубтың көлемі дейміз да, В1 деп белгілейін, тең болады. Оның биіктігі 1 сантиметр, ені 1 сантиметр, ұзындығы да 1 сантиметр. 3-1-ді көбейтсек 1 болады. 1 сантиметр куб. Енді көлемі 75 сантиметр куб болатын қорапшаға 1 сантиметр кубтан неше куб керектігін білу үшін 75 сантиметр кубты бөлеміз 1 сантиметр кубқа. 75 болады. Кез келген санды бірге бөлсек өзі шығады балалар. Міне, яғни осы қорапшаны толтыру үшін бізге 75 куб керек екен. Қорапшаны толтыру үшін 75 куб керек дейміз. 75 куб керек. Мінеке балалар, біз қорапшаға қанша куб керектігін таптық, және қорапшаның көлемін де тауып қойдық. Жарайсыңдар балалар, осымен біздің 62-ші беттегі номері 133-ші тапсырмамыз аяқталды.